Бүгін сендермен біз 1-ден 100-ге дейін санауды үйренеміз. Ол өте оңай. Бар жоғы 3 жалғауды еске сақтау керек. Біріншісі 15, 10. 15, 10. Енді қараңыздар, 1 мен 9-ның арасында барлығымыз санауды білеміз, бірақ кейде не істейміз, шатасып кете береміз. Ол үшін бір еске түсірейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. Енді 20 мен 30-ға цать деген жалғауды не істейміз? Жалғаймыз. 20, 30. 20, 30. 40-ты өзін айтамыз. 40. 50 мен 80-ге 10 деген жалғауды жалғаймыз. Мысалы, 50, 60, 70, 80. Түсінікті ғой, қайтадан. 50, 60, 70, 80. Молодцы. Енді 90-ды 90, 100-ді 100. 90, 100. Енді бір қайталай жіберейік. Енді біз бір қайталай жіберейік, яғни 11 мен 19-ның арасында 15 деген жалғауды не істейміз? Жалғаймыз. Ал 20 мен 30-ға цать деген жалғауды жалғаймыз. 40-қа 40 дейміз. 50 мен 80-ге 10 дегенді жалғауды жалғаймыз. Мысалы, 50, 60, 70, 80, 90-ды 90 дейміз, 100-ді 100 дейміз. Мәселен, мына жерде 1 мен 19-ның арасында 15 деген жалғауды жалғаймыз ғой. Сонда артындағы сандарды айта береміз, дағыны артынан 15-ді жалғаймыз. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Түсінікті ғой, мына артындағы сандарға 15-ді жалғаймыз. 20 мен 30-ға цать. 40-қа 40. Енді 50 мен 80-ның артына 10. Алдыңғы санды айтамыздағын артына 10 дегенді жалғауды жалғаймыз. 5, 10, 6, 10, 7, 8, 10. Мысалы, 145 деп айтайық, 145. Немесе 125. 125. Немесе 119. 119. Немесе 166. 166. Осылайша біз не істейміз? Жалғай береміз. Бүгін сен менімен бірге 1-ден 100-ге дейін санауды үйрендің деп ойлаймын. Ал егерде 100-ден миллионға дейін санауды үйренген кезде, менің екінші сабағымды міндетті түрде көр. Онда мен тез әрі оңай миллионға дейін санауды үйретемін. Егер мені видеом ұнаса, подписка жаса, лайк бас және комментарийде тапсырманы орындап кет.